Әлем президенттері Тоқаевты наурыз мейрамымен құттықтап жатыр. Наурыз мерекесіне орай Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан шет мемлекеттердің басшыларынан, халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр. ақш президенті Джо Байден өз құттықтауында мемлекет басшысына денсаулық және Қазақстан халқына бақ-береке тілеген. Бейбітшілікпен жаңаруға үндейтін бұл күні Құрама Штаттардағы және бүкіл әлемдегі көптеген адам осынау керемет мейрамды сізбен бірге тойлайды. Қазақстан мен ақш 30 жылдан бері берік әрі тұрақты серіктестікке негізделген дипломатиялық қатынастарды жалғастырып келеді. Менің әкімшілігім халқыңыздың экономикалық, әлеуметтік және саяси мүмкіндіктерін қалыптастыруды көздейтін реформаларыңыздың бағдарламасына қолдау көрсетеді. Наурыз құтты болсын делінген Джо Байденнің жедел хатында. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев наурыз мейрамы Орталық Азия халықтарының ортақ мақсаты мен арманын білдіретін мейрам екенін атап өткен. Адамзат тарихында үлкен орын алатын осы айтулы мереке халықтарымыз бен елдеріміз арасындағы достық арқауын бекемдеуге, ынтымақтастық пен үйлесімді қатынастарды нығайтуға өлшеусіз үлес қосады. Біз екі ел арасындағы өзара сенім мен құрметке негізделген тату көршілік байланыстарымызды, стратегиялық серіктестігіміз бен одақтастық қатынастарымызды одан әрі кеңейте беретініміз сөзсіз делінген құттықтау хатта. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон өз құттықтауында қазіргі күрделі әлеуметтік, экономикалық және геосаяси жағдайда өзара құрмет пен қолдаудың, достық пен бірліктің, бейбітшілік пен тұрақтылықтың, өрлеу мен жасампаздықтың биік шыңында үндейтін көктем мерекесінің жалпы адамзаттық құндылықтарының мәні арта түсетінін жазған. Қастерлі наурыз мерекесінің ізгі дәстүрлеріне негізделген Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы достық, стратегиялық серіктестік қатынастары халықтарымыздың түпкі мүдделеріне сәйкес алдағы уақытта да дамып кеңейе береді деп жазған Эмомали Рахмон. Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің құттықтау жеделхатында Әзербайжан мен Қазақстан арасындағы достық, тату көршілік және ынтымақтастық бүгінде наурыз мейрамының ежелгі дәстүрлерін сақтап келе жатқан халықтарымыздың мүддесі жолында одан әрі дамып, нығая түсетініне сенім білдірді. Өзімнің және Әзербайжан халқының атынан сізді және халқыңызды қасиетті наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке табиғатқа деген шексіз махаббат пен үлкен құрметтің белгісі деп жазылған жедел хатта. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.